реалити сокровищ. Открываем дверь без ключа. Опа. Открываем дверь без... Кетті ма міне стрим? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Эфирға кіреміз. Алейкум ассалам, Мурад дейді Асеке. Салам алейкум. Асеке де қойым. Аселек де. Аселек. Ура дейді. Айгерим. Ассалаумағалейкум. На каком тіле дейді? На орыс тілі. Жоқ, бүгін қазақ тілінде ғой, бәсе дейді. Бәсе Аселек дейді. Мен де просто андай шрифт белый, да? Именің футболкам белый. Оқыған кезде кейбір буквалар көрінбей қалады. Сондықтан ренжімеңдер егер дұрыс оқымай қалсам, иә. Мұхаммед, бауырым, красавчик. Міне қараңдар, белгілеп кетейік. Чуть-чуть не заблокировал Мұхаммедті бар ғой. Но закрыть белый өте керемет. Қалайсыңдар, достар? Тамақ қалай дейді? Тамақ нормально. Температура бәрі орында. Әлі температураны түсірген жоқпыз. Антифриз қайнап тұр. Андай бар ғой, обезболивающий ішіп аламын да прямой эфирді берем ғой, короче. Так, мен 30-ға келдім дейді. Менде температура дейді. Иә, Нұрғалиев, давай, выздоравливай, ауырма. Аселек, рахмет сізге допқа. Достар, эфирға кіреміз. Және де лайкты басайық. 5000 лайк жинағансың, эфирімізді бастаймыз. Ауырмаңыздар. Так, қараңдар мұнда ВДС Кокс дейма, не дейтін арада дұрыс оқи алмай жүрдім. Давайте закреплю, сами прочитайте, да? Міне, Гүлден дейді, Турарская. Бүгін 34 жинадым дейді, өте керемет, құтты болсын. Тілек. Қазақ тіліне қойсай дейсіңдер ма, міне? Вот он, қойдық. Кеше кешкісі үлгермедім да, жетпей қалдым. Кеше Қазақстан телеарнасынан сұхбат алған. Ролик түсірдік, қалай емтихан тапсырады, не істейді. Короче, бүгін кешкі сағат 6-7 уақыт аралығында Қазақстан телеарнасынан жарнама дедім ғой, неден, жаңалықтан көрсетеді. Әйтеуір бәрі жарнама болып кетті ғой өмірімізде. Сухой блатной сухой дейді. Неге сухой? Данный момент ауырып тұрғанда, наоборот, влажный блатной болып тұрған сақылым ғой. Бір күні ағылшының бола ма? Стримді де қойды. Болады ғой. Do you understand me? Деп бастайын ба. Нұча, достар, 5000 лайкқа жеткізіп тастайық нарада. Кішкене қалды 2000 ба? Қанша? 1500 лайк қана қалды, достар. Жеткізекте эфирімізді бастайық. Уалейкум ассалам, механика бар ма дейді. Бар ғой жаным сол. Біздің TikTok парақшаға жазсай, маған механика керек, вождение десең, мен саған күшті инструкторларды тауып берем. Скорый помощьтың адамы көліктерді жолды шетіне шығып тоқтата алады ма дейді. Қалай ол сонда? Скорый помощьпен келе жатып, адамды көліктерді жолдың шетіне шығып тоқтат. Дыбыстық сигналын қосса, әрине оңға қарай сен тоқтау керек боласың. Нұча, достар, бастаймыз ба эфирімізді? Жеткіздік. Міне, қай көлік құралына осы жағдайда қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі дейді. Бұл pddts.kz командасының сұрақ жиынтығы. Ертең емтиханға барғанда осы сұрақтар келеді. Сондықтан дайындал дәл қазір бізбен бірге. Реттеушінің осы сигналында барлығына жүруге рұқсат етіледі. Барлық көлік құралдарына. Сіздерге оңға, оларға кез келген бағытта жүруге рұқсат етіледі. Міне. Жақсы, келесі сұрағымыз, бұл жол белгісі не туралы ақпараттандырады дейді. Ал енді үлкейтейік, сіздерге көрсетейін. Айтыңдаршы, қалай мен атайын бұл белгінің атауын? Жазыңдаршы бұл эфирға. Как называется данный дорожный знак дейсің міне. Айтыңдаршы, қазір жартысы қисық елка дейді міне. 100%. Қазір өтеміз әне.
ілес дейді, место отдыха дейді. Мәссаған біреу бар ғой, қисық елка деп жазбаған ғой. Кәдімгідей бәрі умный оқыған ғой. Место отдыха, братан, ты что, не знал, что ли? Жарайды. Көрдік, бұл демалыс орын деп аталады. Асында 800 деп тұрады ғой, жаным сол, ол 800 метрден кейін сіздерде демалыс орын болады. Іргелес аймақ, оң жаққа қарай кіресіңде ұзақ уақыт демалуына болады. Особенно автомагистральда жаным сол саған тоқтауға болмайды. Сондықтан осындай белгілерді көресің, анау қисық елка қашан болады екен деп. Sonra оңға қарай бұрыласың да ұзақ уақыт демаласың арада. Спидсон Алматыда қайда бір екен дейді. Қайда бар екен дейді. Спидсон жаным сол Тугисқа кірсе, ана жақта толып тұрады ғой. Ұзақ тұраққа арналған орынға дейін 800 метр дейді. Саялыға барсайшы, Саялыға. Самый большой спидсон, по-моему, Алматыда. Келесі сұрағымызға келдік, достар. Міне қиылысқа келдік. Қиылысқа келгенде бізде жүріс бағытымызда 3 жолақ бар екен. Енді ондай бар. Бірінші, екінші, үшінші. Біз ақырғы жолақта тұрмыз. Жол белгісіне қарасақ, бізде де солға деп тұр. Енді мынау қосымша секция өшірілі болса, онда нараға тұрасың да тосасың бүйтіп. Деп. Жасыл жанғансың ғана солға немесе кері бұрыласың. Сосын основной задача, достар, мысалы кері бұрылған кезде мен көп жерде көремде кейбір жәрместер мұны нарадан разворот жасай салады. Кішкене жетсеңдер қиылыстың ортасына жеткенде кері бұрыласың ғой, сен осы қиылысқа сиясың. Сыймаған кезде не істейсің? Артқа бересің ғой. Артқа берсең, артындағы көліктер не істейді? Сондықтан, достар, қиылыстың ортасына жетіп барып бұрыласыңдар, жарай ма? Мында қозғалысқа тыйым салынады деп басамыз. Міне, бабам. Көрдіңдер ма? Ждете дополнительный секция, міне. Сәлеметсіз бе, рахмет ағай, осы жаңа тапсырып 34 алдым дейді. Красавчик Нурлум дейді. Нурлум деген бауырымыз бізде белгілеп кетейік. Нурлим. Бірақ бар ғой, фотосында қыздың суреті тұр. Бауырым деп қатты айтып жүрдім ғой деймін, қарындасым. Не обессуй, нарада. Дұрыс айтпай қалдым ғой деймін. Жарайды, келесі сұраққа келдікші міне. Бұл жолда елді мекендерде жүру тәртібін белгілейтін ережелерді талаптары қолданыла ма дейді. То есть сен қаланың ішіне кірдің ба деген мағынада нарада. Қараңдар. Допустим, давайте осындай сұрақтар қойып жіберейік дополнительные. Сен осы белгіге дейін қандай жылдамдықпен жүруіне рұқсат етіледі? Ал, поехали, достар, давайте проверим ваши знания нарада. Так, 100 дейді. Оқтей, красавчик, 140 дегендерді қашан қоясыңдар, жандарым? Сол мынарада жасыл түсті белгі болса, сол кезде 140 пен жүре аласың, максимальный. Дәл қазір сенің ең жоғарғы жылдамдығын сен қаланың сыртында емессің ба, сондықтан 100 пен жүресің, түсіндің ма? Ертең 140 пен жүрсең, гаист айтты, саған двойной разворотпен бетінен тебеді, сосын жылайсың, штраф деп. Енді қараңдар, осы белгіні өткенсің, осы аймақта қандай жылдамдықпен жүре аласыңдар? Ал енді кеттік. Так, 80 дейді. Мен сені бір дейсің, 80 болмайды, жаным сол. 60 дейді. Ой, жандарым сол. Сонда сендер страх екенсіңдер, Мына арада 100-бен келе жатасың да, мына белгіні көріп қалғансың. Все, 60-пен кетіп қаласың ба, сразу тормозыңды қиқылдатып, мына арада 60-пен жүресің ба? Қара, мен саған түсіндірейін. Мына көк түсті. Неше түрлі түстері болады. Жасыл түсті болса, сен 140-пен жүруіне болады. Көк түсті болса, осында аймақта 100-бен жүресің. Ақ түсті болған кезде ғана, жаным сол, сен 60-пен чиқылдатып барып тоқтайсың. Жарай ма? Все, поехали. Сондықтан, мына арада да 100, мына арада да 100. Мына арада бізде адик дейді. 300-дің оршасын айтып тұрды. Тракторист деп бастайын ба? Бұл жолда елді мекендерде жүру тәртібі белгілейтін ережелері талаптары қолданыла ма десе, жоқ дейсіңдер мені. Ну все, достар, поехали дальше. Келесі сұрағымызға келдік. Сізге жеңіл автомобильді жүргізу кезінде осы жолақ бойынша жүруге рұқсат етіледі ме дейміз. Қараңдар, мына арада бізде мысалы жеңіл көлікпен келе жатсың.
қасында подругаң отыр мында. Екеулерің әңгімені соғып келе жатсыңдар, мында жүріс бағыты бойынша екі жолақта. Сен қай жолақпен жүресің? А деген жолақпен жүріп келіп, а деп келіп жүре бересің ба? Әлде сен көрші жолаққа көшесің ба? Айтшы маған, жаным сол. Не істейсің арада? Иә, көріп тұрмын, сендерде мына арада үзік сызық. Енді үзік сызық кезінде көптеріңіз, наверное, ойлайтын шығарсыңдар. Наверное, сплошной кезде ғана біз осы жолақпен жүрмейміз деп. Жоқ, сендер сол жақтағы жолақпен де жүрулеріңізге рұқсат етіледі. Так, сізге жеңіл автомобиль жүргізу кезінде осы тыйым салынады дейсіңдер міне. Жақсы, поехали дальше. Мәссағаннан да рахат дейді. Рахат бауырым, өте қуаныштымын, сен белгілеп кетейін. Міне 34-40 практика бір попыткадан тарсырдым. Сізге рахмет дейді. Сізге үлкен рахмет, бауырым, рахмет. Енді келесі сұраққа келдік, достар. Жалпы мұнда 40 сұрақ бар, 32-ден бөлінген, 1500 сұрақ бар, 40-тан бөлінген, 32-ден жоғары жинау керексіңдер. Сіздер маған бүгін қатты внимание обращать етпеңдер, өйткені мен кішкене ауырып тұрмын да, ондай бар енді. Мына белгі нені білдіреді сіздерге? Бұл жүк көліктерінің ұсынылатын бағытты көрсетеді, дұрыс па? Жүк көліктерінің жүру үшін ұсынылатын бағыт міне. Мынаны басасыңдар. Ұсынылады деген білесіңдер о не екені? Рекомендация дейді саған. Бұл жағдайда автомобильдің жүргізушісі қандай бағыттарда жүруін жалғастыра алады? Рахмет достар, лайктарыңызға. Міне. Короче, біздің жүріс бағытымызда қанша жолақ бар? Жолақ дегеніміз не? Ол полоса ғой, орыс тілінде айтқанда. Мына жол шетінен жол таңбасы, ол бізде жолақ болады. Сонда бірінші жолақ, екінші жолақ, дұрыс па? Екінші жолақта сен осы қиылыста жасыл жанып тұр. Және де мына белгілерге қарасаң, солға және кері бұрылуға болмайды. Онда конечно тура бағытта жүресің мына. Тек тура. Өте керемет достар. Бағдаршамдардың мына сигналдары кезінде дейді. Енді Алматыда осындай көп көресің. Алматыда мысалы әр жолаққа осындай бағдаршам орнатуы мүмкін. Мысалы осы қызыл көкке арналған, бұл қызыл сарыға арналған, арнайы автобус жолағына арналған. Астыңғы сигналы мен үстіңгісі жанса, мысалы үстіндегі бағытты көрсетеді, астындағы рұқсат береді жүруге. Сондықтан ол тек солға жүреді мысалы. Мұнда автобус түзу жоқ, автобус тек солға, қара жүруіне рұқсат етіледі. Автобусқа тек оңға дейді, жаным сол қайдан? Көліктерін жүруіне тыйым салынды. Бұны басамыз. Әрі қарай кеттік. Қалай вообще жалпы естіліп жатыр ма? Микрофон жақсы істеп тұр ма? Соны жазып салыңдаршы, мұнда проверка связи. Неге трамвай сұрақтары бізде трамвай жоқ қой дейді. Енді просто Елзат деген бауырымыз отыр екен. Трамвай сенің қалаңда болмаса, сен өз қалаңнан мәңгілік шықпайтын болмайсың ғой. По-любому басқа қалаларға барасың. Павлодар, Өскемен деген қалаларға барасың ғой. Қазақстанның өзінде бар. Сол жерде трамвай бар. Енді трамвай көргенсің, потеря болмас үшін осы жерде дайындалу керексің. Теперь понятно? Понятно. Жеңіл автомобиль қайда жүреді? Енді өте жеңіл сұрақ, иә, мұнда тура дейсіңдер, понятно. Осы жағдайда сізге рұқсат етілген ең жоғары масса 3,5 тоннадан асатын жүк автокөлігін басқарып келе жатып, көрсетілген жол белгісі қолданылатын аймақта басып озуға рұқсат етіледі ме дейді. Қара. Короче, сен көлікпен келе жатсың, сен дальнобойщиксің. Сенің көлігінің салмағы 3,5 тоннадан жоғары. Бұл белгі нені білдіреді? Жүк көлікпен салмағы 3,5 болса, басып озуға тыйым салынады дейді. Сонда сен осы белгіде басып озсаң, саған 6 айға праваңды алып қояды. Түсінікті ма? Енді қай кезде сен осы жеңіл көлікті басып озуына рұқсат етіледі? Это, можно сказать, лайфхак, да? Егер де бұл көліктің жылдамдығы 30 км сағатынан төмен болса, жаттап алдың ба жаным сол? Поехали дальше, жауабын таңдаймыз. Тек жеңіл автокөлігінің қозғалысы жылдамдығынан сағатына 30 км кем болған жағдайда рұқсат етіледі дейсіңдер мені. Вариант С. Жақсы.
Рахмет достар, бір қолдап жіберіп 50.000 лайкқа жеткізіп тастайық достар. Бізде 448 адамымыз эфирде отыр екен. Әрқайсымыз бір 20-30 реттен бас жүрек. Жол қозғалыс ережесін достар қазақ тілінде дамытайық. Давайте, тапайте. Кеттік. Давайте 50-ге жеткізіп тастайықшы. Ертең есі 140 жүрсе де ол 30 жүрді деп пере салады ғой дейді. Дұрыс айтасың, Бекжан. Бізде особенно штраф алмас үшін разные причина айтып кетесің ғой. Негізі оны да алып тастау керек. Ана бар ғой, көрші мемлекет бар ғой, Қырғызстанда. О жерде бүйтіп жазылған жол ережесінде. Егерде алдында тихоходное транспортное средство дейді да, мысалы анандай погрузчик болсын, немесе анандай самосвал деп ғой, аты қалай анау. Короче, понятно да, трактор болсын, солар ғана болған жағдайда ғана озуға болады. Басқа жеңіл көліктің жылдамдығы болғанда там вообще айырмашылығы жоқ, озуға болмайды екен. Олардікі негізі кішкене дұрыстау. Давайте достар, еще кішкене қалды, 15.000 лайк жеткізіп тастайықшы. Поехали. Сізге көрсетілген жерде жолаушыларды отырғызу рұқсат етіледі ме дейді. Қазір бүкіл сұрақтарына жауап берем. Қараш, жаным сол. Мына арада мынандай белгі көріп тұрсың, 50 метр дейді. То есть мына белгі бізде стоянка запрещается дейді. Сен осы кісіні алып кете аласың ба? Қап-қара баланы алып кете алмайсың ба? Енді тыйым салынады, рұқсат етіледі. 50 метрден кейін рұқсат етіледі. Давайте варианттарын қарап өтейік. Я дейді Айка, мында Наз деген тоже я дейді, Усер Б-ны көрсетеді тоже я дейді. Не істесем де, так, істедім саған жаным сол деп. Ұрыспаңдар. Бір-бірлерімен қырылыспаңдар, эфирде отырып алып бар ғой, 50 метрден соң дейді. Сен де страх болып отырсың ба, белгі саған 5 минутқа дейін тоқтауға рұқсат береді. 5 минуттан жоғары тұруына болмайды. Енді бұл қап-қара бала бар ғой, әрі кетсе бір 2 секундтың ішіне сен машинаны отыра салатын шығар. Особенно артына отырғызбаңдар, қасына отырғызыңдар. Жарайды. Короче, мұнда жай ғана рұқсат етіледі дейсіңдер міне. Түсінікті ма? Поехали дальше, келесі сұрағымызға. Сіз осы жағдайда жолаушыны отырғызуды жүзеге асыра аласыз ба дейді. Міне қараңыздар. Адамды алып кетесің ба? Сен қараш, көлікпен келе жатсың да, мына арада көріп тұрсың, А деп тұр. А дегеніміз не ол? Алфавиттің бірінші әріпі де қойсаңдар. Полоса маршрутных транспортных средств дейді. Міне мынандай белгіде бар. Сонда сен мына жол таңбасына қараш, жаным сол. Үзік-сызық болса, саған кіруге болады, осы кісіні алып кетуге болады. Ал егерде сплошной болады ғой, мынандай тұтас таңба болады ғой, сол кезде саған вообще кіруге болмайды. Түсінікті ма? Айырмашылығын осылай білетін боласыңдар. Так что бұл жерде бізге егер ол бағыттың маршруттық, короче, автобусқа мешать етпесеңдер болады деп тұр мында. Көрдіңдер ма? Вот, үзік-сызық ба? Бірақ мында разгружать етуге болмайды, жүкті түсіруге, тиеуге болмайды. Жай ғана адам алып кетесің. Даниэл, жаңа ғана түсіндірдім ғой, полностью. Ал достар, өздеріңіз жауап беріңіздерші мына сұраққа. Міне, бұл жол белгісі сізге не туралы хабарлайды дейді. Что за знак? Жаңа белгілер өздеріңіз уже ашып көрулеріңізге болады. Не деген белгі мынау? Мында біреу жазып қойыпты. Рахмет сізге, жақсы түсіндіресіз дейді. Рахмет жана, сізге үлкен рахмет. Т-А дейді, Айка мында, Кука дейді. Айка, Ади, Смайл, бәрі аны бұтырлатып отыр. Мәке 100 рет аны жазыпты. Жүргізушілерге параллель жүріс бөлігінің бірігуі кезіндегі қозғалыс басымдықтары туралы хабарлайды дейді. Енді бәрі А, С-ны басып алсыңдар. Жарайды, мұнда А-ны көбісі белгілеп жатыр. Міне қараңдар, жаттап алыңдар. Бұндай белгіні көрсеңдер, жүргізушілерге параллель жүріс бөлігінің бірігуі кезіндегі қозғалыс басымдықтары туралы хабарлайды дейді. Түсіндер ма? Сіз лекті алып, жүруші көк түсті жарқылдауық маягі және арнаулы дыбыстық сигналы іске қосылған автокөлік жақындаған қандай әрекет жасауға міндеттісіз. Қараш, сен келе жатсың да, сен мұнараға назар аударсыш, сен тек қана алдына қарай берме, жаным сол. Артына да қарайсың.
бір дыбыстық сигналды естіп қалдың ба, бүкіл зеркалға қарайсың, артында келе жатыр екен. Не істейсің арада? Солға қарай айдап өтесің ба, оңға қарай айдап өтесің ба? Конечно, оңға қарай айдайсың. Сол жаққа өтсең, Алтайға праваңды алып қояды, жаным сол, так что оңға кетесің мында. Так, оң жақ жүру жолағына ауысып жол беру тиіс дейді. Міне, конечно, цена басасыңдар. Рахмет. Достар, келесі сұрағымыз. Енді бұл керемет сұрақтың бірі. Қазір толықтай түсіндіріп өтейін. Бұны бар ғой 95% біздің жүргізушілер дұрыс оқымайды да, түсінбей қалады да, ойлайды да 300 метр ара қашықта бізде қауіпті бұрылыстар бар екен деп ойлайды. Енді достар, қазір толықтай түсіндірейін, оған дейін сіздерге бір ақпарат берейін. Бізде мынандай керемет кітаптарымыз бар, жол қозғалыс ережесі бойынша екі тілде. Енді қазақ тілінде көрсетіп жатырмын ғой, көрсетейін, міне қараңдар. Бізде мынандай иллюстрация суреттері бар екен. Бүкіл кітап бойынша суретпен көрсетілген. Неге ол көрсетілген солай? Сіздерге жеңіл болсын жаттау үшін. Міне сөйлемін оқисың, суретіне қарайсың, толықтай жаттап алдың. Енді кітабыңда әр тақырыптың соңында мынандай тесттер болады. Жауаптармен, QR коды болады. Сканировать етесің де тест шығарасың телефон арқылы. Бұл кітаптың құны 4990 теңге. Бұндай кітап әлі білмеймін, Қазақстанда болмаған әлі, бүкіл СНГ-де жоқ қой деймін бұндай кітаптар. Біз таптық осындай, короче, решение хорошее, жеңіл жаттайсыңдар. Сондықтан достар, осы кітапты Каспий магазиннан 4990 теңгеге алуларыңызға болады. Және көлік мектептерінен алуларыңызға болады. Оларға да бергенбіз толықтай. Жақсы, поехали. Міне, қараңдар. Елді мекендерден тыс жерде дейді, то есть қаланың сыртында дейді, жаным сол. Орнатылған тақтайшасы бар осы жол белгісі дейді. Короче, былай ғой, міне, қараңдаршы. Көбісі ойлайды ғой, осы жерден бастап 300 метр бізде қауіпті бұрылыс болады деп. Олай емес, былай ойлайсыңдар. Мына ескерту белгіге бірінші келейік. Ол елді мекен тыс жерде 150-300 метрде орнатылады. Значит, осы жерден бастап 150-300 метр рулеткамен созасыңдар бетіп. Нарыдан бастап 150-300 метр. Білмеймін, 300 метрлік рулетка қайдан аласың, строительный ма, өзің білесің, короче. После этого мына белгіге келеміз. Екі стрелка тұра ма, екі шетінде, онда 300 метр ара қашықта бізде қауіпті бұрылыстар болады дейді. Енді түсіндер ма, қалай оқу керек? Ертең қаланың сыртында осы екі комбаны көрсеңдер, 150-300 метрден кейін ғана 300 метр ара қашықта бізде қауіпті бұрылыстар болады екенін сіздерге ақпарат етеді. Түсінік ма? Все, поехали. Так, енді қайсын таңдаймыз арада? Қауіпті бұрылыс туралы ескертеді және қауіпті учаскесінің басталуына дейін қашықтық 300 метр екенін көрсетеді дейді. Қауіпсіз бұрылыстар туралы ескертеді және қауіпті учаскенің ұзындығы 300 метр екенін көрсетеді дейді. Тоқтай тұрыңдар, арада мен что-то басым қақпай жатыр. Жолдың тар учаскесіне болу туралы ескертеді. Жоқ, қайдағы мынау? А или Б? Міне, оқиықшы, дұрыстап қараңдаршы, міне, қараңдар, дұрыстап. Қауіпті бұрылыстар туралы ескертеді дейді, е? Қауіпті бұрылыстар. Мына болады, жандарым, А болады, мына дұрыс оқысаңдаршы, қараңдар, міне. Мына екеуі кішкене ұқсастау да, міне қараңдар. Қауіпті бұрылыстар деген сөзін қарашы, мына сөзді білесіңдер ғой, бұрылыстар деп тұр. Мынада қауіпті бұрылыс дейді. Это бұрылыс деген что означает? Бір бұрылыс қанақ бар деген сөз. Қауіпті бұрылыстар деген бірнеше бұрылыстар бар деген сөз. Сондықтан арада аны басасың, жандарым, сол міне. Аны міне. Көрдіңдер ме? Көбісі мында бұны бұтырлатып отырсыңдар екен. Міне ару, ақ жүрек деген біздің қарындастарымыз дұрыс жауап беріп жатыр. До конца Нұрлыбек беріп отыр. Жақсы, рахмет достар. Лайктарыңызға брат эхо болып жатыр дейді. Сейчас секундочку. Эхосын қазір түзейміз. Қазір 1 минут. Мынаны алам да, мынаны қайтадан қоям дейді. Команда автора ПДД дейді. Добавляйте очки команды, проходя ежедневные комиссии. Миссии деп қояды. Кетәрі бар. Ну давай, отправляем подарок. Кетәрі. Спонсоры дейді. Жарайды. Енді қалай есіл? Жақсы есілді ма, достар? Все, рахмет от души сыйлықтарыңызға. Поехали дальше, достар. Егер де сіздер осы тестті алып дайындалғыларыңыз келсе, біздің TikTok парақшаға тіркелесіңдер, міне сообщение деген жерге басасыңдар, ол профильдің ішінде. Сосын жазасың, Адлет аға, маған тест керек еді дейсің, рахмет сыйлыққа.
сосын менің атымнан сіздерге қосымша жеңілдік болады. Сондықтан достар, тіркеліңіздер де сообщение деген жерге жазыңыздар, жарай ма? Ал бастаймыз. Жол жүрісі бөлігі жағынан жолаушыларды отырғызуға түсіруге рұқсат етіледі дейді. Короче, жол жүрісі бөлігі дейді. То есть, міне ғой, сен көлігінді мен саған визуализировать етіп, видишь, почему біздің кітапта картинкалар бар. Осы сөздердің мағынасын толықтай түсіндіреді де бізде. Міне, мына жақтан саған шығуға бола ма дейді. Сенің дұрыс жауабын рұқсат етіледі, егер оң жақтан мүмкіндік болмаса да, және де безопасность, қауіптілік болу керек мына арада. Мынаны басасыңдар. Жақсы. Әрі қарай кеттік. Көрсетілген жерге сізге тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме дейді. В принципе, понятно да? Рұқсат етіледі, тыйым салады. Сіз осы жерге жақын жерде мекен еткен жағдайларда рұқсат етіледі дейді. Конечно, енді коню понятно ғой арада, невооруженным взглядом көрініп тұр ғой, моим глаза свидетели не нужны болып тұр ғой арада. Қараңдаршы, міне 50 метр болып тұр ма, арада 30 көрсетіп тұр. Соответственно, оң кішкене қарама-қарсы бағытта қоюына болады, белгінің алдында қоюға болады, немесе 50 метрден кейін. Мұнда жоқ дейсіңдер, просто тыйым салады мына. Поехали дальше. Келесі сұрағымыз. Сіз осы жағдайда қай жаяу жүргіншіге жол бересіз дейді. Осыны автошколада бір оқушыға қоям ғой, кімге жол бересің дейді. Мен тек қана мынау қарадағы жігітке жол берем дейді да. Мен сосын сұрақ қоям оған. А чем тебе не понравился вот этот мужик в белом деймін да? Екеуіне де жол бересіңдер достар, мынау автобус аялдамасында, трамвай аялдамасында. Трамвай тоқтайды ғой, осы жерге де сен тоқтайсың. Пешеходный зебра бар ма, жоқ па, без разницы. Тоқтайсың да, жол бересің екеуіне де. Онда мында екі жаяу жүргіншіге де деп бітіп басасыңдар мына. Жақсы, поехали. Енді бізге қай көрсетілген траекториялар бойынша оңға бұрылуға рұқсат етіледі. Мынау топчик сұрақта қазір қарайсыңдар міне, қараңдар. Қандай траекториямен сен оңға бұрыласың? Ал айтшы, жаным сол. Давайте проверим. Мына жерде қараңдар міне. Направо деп тұр, мына полосада прямо направо деп тұр. Қай траекториямен саған бұрылуға болады? Мына белгі саған не дейді? Ей, тек қана оңға жүр дей ма саған? Қалай ойлайсыңдар достар? Мына белгі басты жолдың белгісі, жарайды. Екі деп отырсыңдар, өте керемет достар. Бірінші полоса дейді. Дұрыс, міне оң жаққа көшесіңдер, содан кейін барып осы жолақтан оңға бұрыласың. Жақсы. Енді қараңдар достар. Мысалы бұлай болады. Енді кішкене қиындаттырайын сендерге сұрақты, дополнительно. Енді попробуй ответить. Мына арада сплошной бар міне, сплошной тұр міне. Енді қандай траекториямен саған оңға бұрылуға рұқсат етіледі? Айтшы енді, жаным сол. Проверим твои знания, да? Ты же мастер спорта по ПДД. Таксилармен жүресің ғой, сол кезде айтады ғой. Ой, мен өз күшімен алғам деп. Сосын арасында бір-екі сұрақты парс еткізесің. Ана арада жұтып қояды ғой сразу. Давайте проверять етейік, достар. 2, 1 дейді. Бір. Жандарым сол, сендердің ойларыңыз былай ғой, Мына арада сплошной тұр. Маған мынау сплошнойдан кесуге болмайды. Сондықтан мен арада көріп тұрмыз знақты тура және оңға деп тұр. Онда неге маған осы жолақтан бұрылмасқа деп ойлайсыңдар, Жандарым, егер де оң жақтарында көлік болмаса, онда сен осы жолақтан оңға бұрылуына болмайды. Оң жағында көлік болған жағдайда ғана сен қосымша оңға бұрылуына болады. Онда біздің жауабымыз осы жолақтар бойынша бұрылуға тыйым салынады. Біз тек қана тура бағытта жүру тиіспіз. Түсінікті ме енді, жандарым? Бірақ мына арада үзік-сызық болғанда мында көшесің. Сплошной болғанда тек қана тура жүресің. Понятно? Все, разобрались. Жақсы, енді бітеміз. Мына екіні басамыз, тұрақ траектория бойынша деп міне. Өте керемет. Көрдіңдер ма? Тяжелый вопрос еді. Қиындау болып тұр ма? Жарайды. Поехали дальше. Келесі сұрағымыз міне. Реттеушінің осы сигналы қандай бағыттарда жүруге рұқсат береді дейді. Енді қараңдаршы. Қолын бүйірге созғанда бүйтіп қандай бағытта жүре аласың?
Ассалаумағалейкум аға, оқыды деген қағаз дейді. Оқымай ақ сатып алса бола ма дейді. Негізі ондай куәліктерді алсаңыздар, емтиханға барғанда сіздерді қабылдамау мүмкін. Қазір сіздерге айтып өтейінші, міне қараңдаршы, қазір бүкіл көлік мектептері міне мынандай АИС курсант деп тұрады, міне қараңдар. Қазір көрсетемін сендерге сайтты. АИС курсант. Короче, МВД бар ғой, МВД. Мынандай база құраған, міне қараңдар, міне. Скриншот жасап қойыңдаршы, міне. Курсант ақпараттық жүйесі дейді. Осы МВД-нікі. Қазір бүкіл көлік мектептері әр қалаларда осы АИС курсантпен тіркеледі. Және де спидсонға барғанда осы АИС курсантпен сендерді тексереді. Сен осы базада барсың ба, жоқсың ба. Егер де ол көлік мектебі осы АИС курсантта тіркелмесе, оның құжаттары заңсыз болып саналады. Сосын сіздерді емтиханға қабылдамайды. Сондықтан достар, осы курсант кезетке кіресіңдер де, міне мынарада курсант деген жерге басасыңдар да, өздеріңізді тексерулеріңізге болады. Типа мен базада бармын ба, жоқпын ба деген сақыл. Түсінікті ма? Сондықтан достар, осыны біліп жүріңіздер. Сделайте скриншот, себе сохраните. Это информация. Әрі қарай кеттік. Мында біз тура және оңға жүреміз. Әрі қарай кеттік. Так, бұл жол белгісі сізге не туралы хабарлайды дейді. То есть мында жаяу жүргіншілердің ғана қозғалысына рұқсат етілген аумақтан жол учаскесі басталатын орын дейді. Жаяу жүргіншілер ғана қозғалатын рұқсат етілген аумақтан жол учаскесі аяқталатын орын дейді. Енді, конечно, ағу мұнда жаяу жүргіншілер басталатын, иә? Және де мұнда астында сурет көрсетілген, ол бізде демалыс және де мейрам күндері осы белгі қолданылады деп тұр. Права алғаннан кейін көрген кайф екенді қояды. Ол бар енді. Жақсы. Қазір кішкене тоса тұрыңдар. Осы сұраққа жауап беріңдерші. Мотоциклді басып отыруымызға рұқсат етіле ма, болмай ма? Жай сөйлеңдерші кішкене. Жоқ дейді, жандарым, сендерге басып озуға рұқсат етіледі, егер де бұл мотоциклдің жылдамдығы 30 километрден төмен болса. Түсінікті ма? Сонда, егер мотоциклдің жылдамдығы 30 километр болса, негізі мотоциклдің жылдамдығы 30-дан жоғары болса, сіздер басып озсаңдар, 6 айға праваларыңыз алып қояды, жаңа заң бойынша, білесіңдер ма? Бір сплошной немесе тыйым салу белгісі болды, обгон запрещен. Сол жерде басып озсан, 6 айға праваңды алып қояды. Көрсетілген жол белгісі қолданылатын аймақта сізге жолаушы отырғызуға, түсіруге немесе көлік құралына жүк тиеуге, түсіруге рұқсат етіледі ме дейді. Ал енді көрейік нарада. Конечно, нарада болады. Енді көбісі мына тек 5 минутқа дейін рұқсат етіледі деп, короче, плотно жауап береді. Жай ғана рұқсат етіледі дейсіңдер. Мұнда сұрақ қойылмаған саған, қанша уақытқа дейін саған адам тастап кетуге болады деген сақалды. Түсінікті ме? Жақсы, ары қарай кеттік. Рахмет достар, бұл парақшаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Біз күнделікті осындай қызықты стримдер өткіземіз pddt.kz командасынан. Және де достар, сіздерге айтарым, 100 мың лайк жинайық. 100 мың лайк жинаған 100 мың лайк сайын бізде адам саны көбейеді, және жол қауіпсіздігі бізде ұлғаяды. Так что, видите, достар, рахмет вам за подарки от души. 100 мың лайкқа жеткізсейші, енді мынаған келдікші, қараш. Сен, короче, келе жатсың, мотоцикл сатып апсың өзіне. Содан кейін үйінің алдында мынандай белгі тұрады екен. Бұлай білесіңдер де, тыйым салу белгісі бізде қызылмен белгіленеді. Іші ақ, қандай сурет салынып тұрады, соны сізге тыйым салады. Дұрыс па? Дұрыс. Ішінде мороженыйдың сурет салынып тұрса, автобустың ішінде отырасың ғой, мороженый жеуге болмайды дейді саған.
иттің суреті салынып тұрса, итпен жүруге болмайды дейді. Енді ішінде не салынып тұрады, соны білдіреді. Заправкаға барсаң, телефон тұрады, иә, дұрыс па? Телефонмен қолдануға болмайды дейді заправкада. Сол үшін көбісі ойлайды ғой, арада жеңіл көліктің суреті тұр, онда мотоциклмен кіре беруімізге болады деп. Жоқ жандарым, бұл андай моторы бар көліктерге кіруге болмайды дейді. Сондықтан сен мында кіруіне тыйым салынады. Бірақ сен осы аумақта тұрсаң, жұмыс істесең немесе қызмет көрсетсең, смело кіруіне рұқсат етіледі. Так что осылай разбор жасап өтейік, достар. Мына арада мотоцикл басқарып отырып тура жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі ма? Рұқсат етіледі, тыйым салынған. Тек жұмыс істемейтін күндері рұқсат. Тыйым салынған мұнда. Рахмет. Да. Конечно, райым дейді, міне дұрыс жауап беріп отыр мұнда. Сізге рұқсат етілген ең жоғарғы массасы 3,5 тоннадан аспайтын жүк автокөлігімен қандай бағыттарда қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі дейді. Куда ты можешь поехать в данной ситуации, родной ты мой? Управляя грузовым автомобилем, разрешенной максимальной массы менее 3,5 тонны. Кез келген бағытта жүресіңдер. Себебі бұл тек қана салмағы 3,5 тоннадан жоғары көлікке арналған. Ары қарай кеттік. Рахмет, достар. Қазір мен сіздерге бүйтіп Адлет деген TikTok парақшамды белгілеп кетейінші. Міне, Адлет деп белгілеп кеттім. Ол менің жеке парақшам. Ол жерде өте көп ақпарат бар. Қазақ тілінде, орыс тілінде, YouTube канал бар. Осылай прямой эфирда разборлар жасағам. Және де осы TikTok парақшасында осы стрим өткізіп жатырмын ғой. Егерде үлгермей, көрмей қалсаңыздар, оның барлығы біздің YouTube каналда болады. Сондықтан тіркеліңіздер, және де осы көрмей қалған стримдарыңызды сол YouTube парақшада көрулеріңізге болады, достар. Міне, Адлет деп жазып тұр ғой, соған тіркеліңіз. Сізге көрсетілген жерге аялдауға рұқсат етіледі ме дейді. Ну, в принципе, понятно, полоса маршрутных транспортных средств и так вообще нельзя. Тем более, встречкаға қойсам, вообще басын қақпайды екен. Сізге қиылса, оңға бұрылуға рұқсат па дейді. Қараш, жаным сол. Мына арада сен келе жатсың, е, и саған оңға бұрылуға бола ма дейді. Конечно, саған оңға бұрылуға болады. Себебі бұл белгі бізге ештеңке тыйым салмайды ғой, е. Жай ғана информация береді, что мына жақта тупик дейді. Ары қарай жол жоқ деген сөз. Бірақ кіруіне болады. Да, жай ғана иә дейсіңдер. Тікелей реттеуші беретін ысқырық сигналы қандай мәнге ие дейді. Жүргізуші дереу тоқтау керек. Жүргізуші жылдамдықты арттыру керек. Барлық жол қозғалысына қатысушылардың назар аудару үшін ысқырық сигналы беріледі дейді. Е? Цена басады. Внимание дейді. Внимание, внимание. Говорит pddt.kz десеш. Жібек, рахмет сізге сыйлыққа. Сіздерге үлкен рахмет. Мұнда жанна өттім, сіздің арқаңызда қазір тапсырып шықтым дейді. 100% төс келді дейді. Рахмет. Мен закрепить етіп кетейін. Өте керемет. Жанат, сізге үлкен рахмет. Сигнал. Сықырық, жай, вниманияны білдіреді. Солға бұрылған кезде ақ автомобильдің жүргізушісі кімге жол беруге тиіс дейді. Енді қараңдаршы, міне. Мынандай сұрақ келді. Қалай вообще бұл белгіні түсінуге болады? Что за вообще черная полоска? Мына қиылысқа бейтіп визуально көз мөлшерімен бейтіп сурет салып аласың, міне. Плюс жасаваш. Сонда жеңіл жаттайсыңдар, міне. Қара, мына жуанды бейтіп сызып қоясың. Сонда басты жолдың бағыты да, қараш. Міне, мен басты жолдамын, және де автобус басты жолда. Бірақ екеміз басты жолда болсақ, екеміз тура жүре берсек, соғылмаймыз ба, дұрыс па? Сол үшін мұнда кезектілік болу керек. Сонда екеміз тең болсақ, оң жақтағы көлік басымды болады екен. Мына автобустың оң жағында біз тұрмыз, сондықтан біз бірінші, мынау екінші жүреді, мынау үшінші жүреді. Түсіндер ме? Обязательно мынандай белгі көрсең, мынау қара жуан сызығы басты жолдың бағытын көрсетеді екен. Сондықтан бүйтіп визуально түсіріп алыңдар. Ертең қыздар сіздерге айтайын, особенно краскамен жүгіріп жүрмеңдер. Мен осы районда тұрам, мен түсінбеймін деп сызып алмаңдар. Не стоит, визуально, головой всегда. Все, поехали. Мында ешкімге дейсіңдер. Поехали дальше. Келесі міне, мына бағдаршам қандай жүрісті реттеуге арналған дейді. Қандай.
Қараңдар, жалпы бір сөзбен айтқанда достар, мынандай бағдаршам тек қана Алматыда бар әзірге. Менің бір оқырманым жіберді да көрсетті, ағай, сіз айтып едіңіз ғой Қазақстанда жоқ деп, бірақ бізде бар дейді, реверсивтік дейді. Бұлай жеңіл сөзбен айтқанда, мына бірінші жолағымыз ол мына бағытта жүреді, ортаңғы жолақта біз осы бағдаршам арқылы қолданамыз, және де осындай бағдаршам орнатылғанда мынандай қос тұтас үзік сызық орнатылады. Қос тұтас деймін ғой, қос үзік сызылады, түсінікті ма? Және де осы бағдаршаммен сіздер осы жолақта қолданыласыздар. Жасыл жанса осы жолаққа кіруге болады. Қызыл жанса немесе бағдаршам реттелмесе сіздерге осы жолаққа кіруге тыйым салынады. Және де понятно да, тек қана жасыл жанғанда түсесің. Нарада бізде реверсивтік қозғалысқа арнайы белгіленген жолақпен келе жатқан көлік құралдарына деп белгілейміз. Міне, жақсы. Тақтара жауаптар қанша тұрады дейді. Міне достар, егер де тест керек болып жатса, міне бетесің. TikTokқа тіркелесің де сообщение деген жерге жаш, Адлет аға маған тест керек еді деп. Жақсы. Мына жағдайда жеңіл автомобиль жүргізушісі жүрісін қандай бағытта жалғастыра алады дейді. Қарашы жаным, сол мына не дейді? Регулировщик саған. Регулировщик саған кез келген бағытта жүресің деген сигналы бұл. Бірақ сен дәл қазір кез келген бағытта жүре алмайсың. Себебі сенде екі жолақ бар екен. Екі жолақ. Сен бірінші жолақтан негізі тура және оңға жүруіне болады. Бірақ сен қосымша мынаған қарасайш, мына не деген белгі саған? Информация односторонний былай жүреді деп тұр. Онда саған оңға жүруге болмайды. Сонымен не қалды сенде? Только палочка осталась у тебя. Ехать прямо. Жауабымыз тек тура дейсіңдер міне. Көрдіңдер ма? Дәл осылай разбор жасау керексіңдер да, міне қараңдар. Қазір міне бүйтіп қойыншы сұрақ енді. Қара. Мына белгіні алып тастаймыз, міне жоқ деп сана. Это двустороннее движение. Сен нарадан жаным сол разворот жасайын деп отырсың да, міне разворот жасайын деп отырсың. И мұнарадан бір көлік оңға бұрылайын деп отыр, міне оңға. Кім басымды болып өтеді? Бір деген көлік па, екі деген көлік па? Кто первый проедет в данной ситуации? Айтшы маған. Разворот жасаған кезде. Бір дейді Нұрға. Екі дейді міне. Екі мауса. Көбісі бір мен екіні бір талатып алсыңдар, үш деген жоқ екен, я? Жарайды. Енді бетейін. Қараш, регулировщик тұрғанда, сізге кері бұрылуға болады, тура немесе солға бұрылуға болады. Енді именно регулировщик тұрады ғой, қара. Сен кері бұрыласың ғой. Кері бұрылғанда ол сенің помехаң справа болады. Сондықтан екі бірінші жүретті, содан кейін барып сен жүрісіңді жалғастырасың. Түсінікті ма енді? Все, поехали. Қандай бағыттарда сіздерге жүруге рұқсат етіледі дейді? Примерно сондай сұрақ. Сізге қиылыста қандай бағыттарда өз қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі? Бірін солға және кері. Тек солға, тура және кері бағытта дейді. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы, ары кеттік достар. Поехали дальше. Басы бозуға рұқсат етіледі ма дейсіңдер? Мында жай ғана рұқсат етіледі дейсіңдер. Сендер жасыл жанып тұр. Жақсы, давайте быстрый лайв форматта достар. Лайкты көбірек басайық. Лайк басқан сайын адам санында көбейеді. Достар, давайте 100 мың лайкқа жеткізіп тастайық. Рахмет сіздерге сыйлықтарға. Жол қозғалысы ережесін достар қазақ тілінде дамытайық. Мынандай белгілерді көп көрмейсіздер. Негізі бұл басымдылық белгілері. Дәл осындай белгілер тар жолда орнатылады. Егер де сіздерде мынандай қызыл белгі болса, онда сіз жүк көлікке жол бересіз. Көпірдің кім бірінші болып өтеді десе, онда жүк автокөлігі міне. Ол басымды болады, содан кейін барып сіз жүресіз. Жақсы, келесі сұрағымызға көштік. Осы белгінің астындағы тақтайша нені көрсетеді дейді. Қараңдар. Мысалы, мынарада мынандай белгі бар. Сізге осы белгіге назар аударсаңыздар былай. Егер де 300 метр екі стрелкасы болса, екі шетінде, онда орнатылған жерінен бастап 300 метр сіздерге басы бозуға тыйым салынады. Ал көрсеткішсіз болса, мында жай ғана 300 десе, онда осы орнатылған жерінен бастап
300 метрден кейін ғана осы басып озу аймағы басталады деп тұр. Түсінікті ма? Енді айырмашылығын сондықтан қараңыздар достар. Стрелкаға қарайсыңдар. Тыйым салынатын белгінің қолданылу аймағын дейді, белгінің бастап оның қолданылу аймағына басталуына дейін қашықтық дейді. То есть мына арада қазір тоқтап тұрыңдар, қашықтық дейді. Белгіден бастап оның қолданылу аймағының басталуына дейінгі қашықтық дейді. Тыйым салынатын белгінің қолданылу аймағын. Қолданылу аймағын емес, мына ғой примерно міне. 4 сұрағымыз қалды достар. Давайте до конца дотапаем. 10 000 лайк қалды ғой. Жеткізіп тастайықшы. Кәдімгідей жалынатын болдық қой эфирда. Бұрын автомат түрінде 300-400 000 лайкқа жеткізіп тастайтынбыз, қазір кәдімгідей жалынатсың ғой. Лайк басыңдар. Достар, маған андай бір тиктокерді көріп қалдым да, неден. Енді көріп отырасың ғой телефонда. Достар, маған мынандай сыйлық беріңдер. Достар, маған мынандай сыйлық беріңдерші деген бір жарбесті көріп қаласың ғой. Е-мое. Көрдіңдер ма сендер? Жүк автокөлігінің жүргізушісіне қиылыстан жүріп өтеді дейді. Енді қайтадан анимациясына келсек, мына арада не болып отыр міне. Бізде басымдылық белгісі бар. Сондықтан жүк көлігі екінші жеңіл көлікке жол береді дейді міне. Жүк автокөлігінің жүргізушісі қиылыстан жүріп өтеді. Екінші жеңіл көлікке жол береді. Жақсы. Поехали дальше. Автокөлік жүргізушісіне солға бұрылуға рұқсат етілген бе дейді. Қараңдар. Можешь ли ты, жаным сол, повернуть налево? Скажи мне, пожалуйста, бола ма саған, болмай ма? Айша, рахмет. Рахмет достар, 100 000 лайкқа жеттік, өте керемет. Болады дейді, көбісі болады дейді. Болмайды дейді. Жандарым сол, енді қараңдар. Рахмет, от души, брат. Наңғырш, знак тұр, прямо дейді. Ол белгі келесі қиылысқа дейін әрекет етеді. Мына арада тұр ғой, міне, тыйым салу белгісі, остановка запрещается. Бұның қолданылу әрекеті мына белгіге дейін. Мына белгі тек қана тыйым салу белгілердің күшін жояды. Сондықтан сен осы белгіге бағынасың. Сондықтан саған солға бұрылуға болмайды. Себебі келесі қиылысқа дейін сен тура бағытта жүру тиіссің. Түсінікті ма? Сондықтан болмайды дейсіңдер мұнда. Тыйым салады дейсіңдер мұна. Тадам. Көрдіңдер ма? Жақсы, мұнда кішкене интернетім қатып жатыр. Қазір тез арада шығарып тастайық. 38-да мұнда тыйым салады дейміз. Конечно, қызыл жанып тұр мұнда. Жақсы, келесі сұрағымызға. Жеңіл автомобиль жүргізушісі жүрісін қандай бағыттарда жалғастыра алады дейді. Қазір анимациясы толықтай шықсын. Білмедім дейді. Көрдіңдер ма? Тура ғана жүреміз, тек тура. Бұлай кішкене кішігірім түсіндіріп өтейін сіздерге. Қараңыздар достар, бұл жерде бұлай. Мысалы, реттеушінің сигналы сізге тура және оңға рұқсат береді. Бізге жол таңбасы бойынша тура және солға береді. Сондықтан мына реттеушінің сигналында солға бұрылуға болмайды, тек тура бағытта жүрулеріңізге рұқсат етіледі. Именно осылай разбор жасау керексіздер. Енді тек тура дейміз міне. Ақырғы сұрағымыз қалыпты достар. Қараңдар, кеттік. Ақырғы сұрақ. Басты жол бойымен келе жатқан көлік құралына жол беру үшін жүргізуші қай жерге тоқтау тиіс дейді. Қай жерге тоқтайсың, жаным сол, айтшы маған. Нарада оңай ғой, жол беріңіз жол белгісінің алдында дейді, олай емес. Қозғалыс бағыты бойынша екінші таңбаның алдында дейді. То есть екінші дегеніміз бірінші таңба, екінші таңба. Екінші таңбада біз аялдауымыз тиіс. Дұрыс па? Қазір анимациясын толықтай көрейік. Кішкене қатып жатыр. Осы жерде тоқтайсыңдар жол беру үшін. Жақсы достар, жұғысты болсаң, дәл осылай ертең емтиханды тапсырып өтіңдер. Мысалы, біз сіздердің арқаларыңызда біз 40-тан 40 жинадық. Өте керемет. Рахмет достар, жұғысты болсын. Ертең емтиханда осындай балдарды жинаңыздар. Сіздерге тағы да бір ақпарат айтып өтейін достар. Бізде мынандай кітаптарымыз бар қазір наличиеда, орыс тілінде және қазақ тілінде. Енді бұл кітаптың ерекшелігі суреттерімен көрсетілген, сөйлемі бар. Және де әр тақырып бойынша осындай тесттері бар, жауаптарымен, және де QR кодпен сіз өз білімдеріңізді осы телефон арқылы шешуге болады. 4990 теңге
Каспий магазин, Қазақстан бойынша барлық қалаларға жеткіземіз. Достар, өте керемет кітап. Жақсы достар, барлықтарыңызға сәттілік. Келесі көріскенше сағат 6-дан 7 уақыт аралығында бізде орыс тілінде эфир болады. Друзья, у нас эфир с 6 до 7, вечернее время на русском языке. Обязательно подпишись, не потеряй этот канал, иначе не получишь водительское удостоверение.